жеке сот орындаушының этикасына тоқталып кетіңізші. Телефонды алмай жатады, бұғаттап тастайды, дөрекі сөйлеп жатады, қысымға ұшыратып жатады. Жеке сот орындаушының этикасына тоқталыңызшы. Қандай болу керек? Вот соңғы кезде, соңғы қашан 3 жыл бұрын бізде тиісті комиссия құрдық. Бұл біздің орталық аппаратта жұмыс істейді, өңірлерде біздің өзінің өкілдеріміз бар. Осы түскен шағымдар этика, әдепке қатысты біз тек қана орталыққа қараймыз. Өйткені сол бәрін жаңағы несі объективті болу үшін. Және де шынымен де ол жаңағы заңбұзушылықтың несі расталса, онда оны палатадан мүшелігінен шығаруға дейін барамыз. Сондықтан да қазір уже халық та білет, өңірлер де білет. Сондай жаңағы нелер болса, фактілер, олар бізге тиісті жаңағы несін береді, шағым арыз. Қасында жаңағы дәлел болса, видео болсын, аудио болсын, нелер, оны біз зерттегеннен кейін расталса, шынымен де біз оны жаңағы неге мүшеліктен шығаруға дейін барамыз. Колл-центр номері қазір есімде жоқ. Мен қазір біраздан кейін айтайын, колл-центр номері бар. Колл-центр номері бар, сосын сайтта бүкіл жаңағы басшылардың телефондары бар. Егер де сот орындаушыны таба алмаса, палатаның кез келген басшысына хабарласып, сосын сот орындаушыны табуға болады.